халқынан шыққан көрнекті тұлға, қоғам және мемлекет қайраткері. Содан кейін біз қазір ұстаз деп Ахмет Байтұрсыновты ғана айтып жүрміз. Негізі Ахмет Байтұрсыновтың деңгейіндегі ұстаздың бірі бұл Қоңырқожа Қожықов. Жалпы мынау бізде 1912 жылы жәдиттік алфавитті Ахмет Байтұрсынов жасады деп біз қазір солай көп тарихшылар жазып жүр. Негізі ол дұрыс емес. Ол жәдиттік алфавиттің негізін қалаған, оны жасаған Гаспринский 1873 жылы. Ахмет Байтұрсынов сол Гаспринский жасалған алфавитті қазақ тілінің дыбыстық үндестіктеріне сәйкестендіріп, оны трансформациялады. Дәл сондай әліпбидің біреуін жасаған Түркістанда Қоңырқожа Қожықов болатын. Сондықтан да Қоңырқожа Қожықовты біз сол үлкен ұстаз ретінде біздің мынау жәдиттік мектептердің Түркістандағы осы қазақ балаларына арналған жәдиттік мектептердің негізін қалаушылардың бірі ретінде толық айтуға біздің хақымыз бар, солай баға беруге де болады. Сонымен қатар Қоңырқожа Қожықов Түркістан Республикасында үлкен мемлекеттік қызметтер атқарды. Бұл мынау Алаштың қазақ ұлт азаттық қозғалысының осы Түркістан аймағындағы қанатындағы көрнекті өкілдердің бірі болды, басшылардың бірі болды. Осы Қоңырқожа Қожықовқа арналған бүгін біз екі кітаптың тұсаукесерін өткізейін деп отырмыз. Бірінші кітап Қоңырқожа Қожықов ұлттық элитаның көрнекті өкілі деп аталады. Бұл кітапта Қоңырқожа Қожықовқа арналған ғылыми зерттеу мақалалар енген, сонымен қатар естеліктер. Одан кейін барып үшінші бөлімінде Қоңырқожа Қожықовқа қатысты архив құжаттары енгізілген. Сондықтан да бұл кітап өте құнды кітап болады. Мына екінші кітап бұл Қоңырқожа Қожықовтың шығармалары. Сондықтан да бұл кітапта біздің қазақ мәдениеті мен руханиятына қосылған үлес ретінде сондай бағаланатын кітап. Міне осы екі кітаптың тұсаукесерін өткіземіз. Сонымен қатар құр кітаптың ғана тұсауын кесіп қоймай, қазір жалпы осы Қоңырқожа Қожықов кім болды, ол кісінің қоғамдық саяси қызметі мен өміріне қатысты баяндамалар болады. Содан кейін арасында кітаптың тұсаукесерін жасаймыз. Осы іс-шараны ашық деп жариялаймыз. Бастауға рұқсат етіңіздер. Енді мына жерде залда қойылған көрмені көрдіңіздер. Қоңырқожа Қожықовқа арналған және оның туыстарына, ұрпақтарына арналған. Осы іс-шарадан кейін осы залда сіздерге арнап жаңағы біз енді осындай аруақты тұлғаны ұлықтап, сол кісіні еске алып, кітаптардың тұсаукесерін жасап жатқаннан кейін артынан сол кісіге арнап бір кішкентай ас беріледі. Содан кеберіс деп дәм істейіңіздер, бірден кетіп қалмастан. Соңында бірден айта кетейін. Енді осы Қоңырқожа Қожықовқа байланысты зерттеулер жүргізіп жүрген біз бірінші баяндаманы Қазірет Тәлі Мұсылманұлы ағамызға береміз. Сонау Түркістан қаласынан келіп отыр. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Қоңырқожа Қожықов қазақ жәдитшілерінің көшбасшысы деген тақырыпта баяндама.